Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Қазақ тілі 3-ші сынып. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз көктем мезгілі. Мұғалім Мұхаммадиева Меруерт Багдәулетовна. Бүгінгі сабақтың мақсаты. Балалар, кәне, бәріміз бірге ойланайық, суретке назар салайық. Суреттен қандай көріністі көріп тұрмыз? Бұл қандай мезгіл? Суретте қар ериді, ағаштар бүршік жарады, ауа райы жылы. Бұл қандай мезгіл екен? Әрине, бұл көктем мезгілі. Ендеше, бүгінгі тақырыбымыз көктем тақырыбымен байланысты. Сөздік қоржын, жаңа сөздерге назар аударайық. Сөздікті сурет бойынша ұсынамын. Қар ериді. Көктемде қар ериді. Жиі, часто. Найзағай ойнайды. Көктемнің тағы бір ерекшелігі найзағай ойнайды. Бүгін біз сендермен жаңа сөздерді суреттер арқылы көреміз. Бүршік жарады. Және көктемнің тағы бір ерекшелігі балалар. Құстар ұшып келеді, қар ериді, найзағай ойнайды, бүршік жарады. Және құстар ұшып келеді. Ендеше дәптерімізге жазып алайық. Екінші тапсырма, мәтінді оқы. Мәтінді мұқият тыңдаймыз. Көктем айлары наурыз, сәуір, мамыр. Көктемде күн жылынады. Наурыз, сәуір, мамырды білеміз. Март, апрель, май. Көктемде күн жылынады. Қар ериді, найзағай ойнайды, жаңбыр жиі жауады. Біз бұл көріністі жаңа көрген болатынбыз. Қардың ергенін, найзағайдың соққанын, бүршіктің жарғанын жаңа көрген болатынбыз. Сөздік қоржын арқылы. Құстардың ұшып келгендігін, қар ериді, найзағай ойнайды, жаңбыр жиі жауады, часто. Құстар ұшып келеді, ағаштар бүршік жарады. Көктем жылдың әдемі мезгілі. Расында қараса суретке, көктем өте әдемі, тамаша мезгіл. Ағаштар бүршік жарады, күн жылынады. Жылдың ерекше әдемі мезгілі екен. Мәтінді оқимыз. Теперь сами прочитаем текст. Енді балалар, мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріңдер. Отвечайте на вопросы по тексту. Көктем айларын ата. Кәне еске түсірейік. Наурыз, сәуір, мамыр. Жарайсыңдар балалар, дұрыс. Екінші сауал. Көктемде ауа райы қандай болады? Кәне еске түсірейік. Көктемде күн жылынады. Жаңбыр жиі жауады. Қар ериді. Ағаштар бүршік жарады. Құстар ұшып келеді. Жақсы, тамаша жауап. Үшінші сауал. Көктем қандай мезгіл? Кәне мәтінге оралайық. Көктем жылдың әдемі мезгілі. Үшінші сұрақтың жауабы қандай екен? Көктем жылдың әдемі мезгілі. Тамаша балалар. Келесі тапсырмаға кезек береміз. Сөздерді мағынасы қарай сәйкестендір. Сөз тіркесін құра. Составьте словосочетание. Сәйкестендірейік. Оқылым айтылым тапсырмасы. Ауызша жұмыс жасаймыз. Қар ериді. Ауа райы жылы. Жаңбыр жауады. Найзағай ойнайды. Бүршік жарады. Құстар ұшып келеді. Қажетті сөздерді мағынасына қарай сәйкестендіріп, сөз тіркесін құрастырдық. Бұл көктемнің құбылыстары. Қар ериді. Суретке назар аударайық. Қар ериді. Ауа райы жылынады. Жиі жаңбыр жауады екінші суретте. Және құстар ұшып келеді. Осы сурет бойынша көз алдымызға көктемді елестетеміз. Келесі тапсырма балалар.
Жазылым тапсырмасы әр суретке бір сөйлемнен құрам. Составьте предложение по картинкам. Әр суретке бізде неше сурет бар? Яғни 4 суретке 4 сөйлем құрастырамыз. Ендеше көктем туралы өлеңді мәнерлеп оқиық. Прочитайте стихотворение выразительно. Көктем. Өстін жасыл түк басып, көктем келді нық басып, туғандарға тығылып, кетті лезде қыс қашып. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар, келесі кездескенше.